Жаз жайлау мен қыс қыстауы қатарласқан құтты бар көлдің жасыл тауларын асып түсіп, шығыс оңтүстікке қарай жүрген сайын қоңыр адырлар, тазығыр таулар, қақ пен сордан құралған жыңғылды жазықтар бірінен кейін бірі көсіліп жатыр. Жер ұйығындай қайран мекенім-ай, шынымен ақ қалып барасың ба? Ата-анамның алдында тай мініп, танауымыз желбіреп, желмен жарысқан кекілді балалығымның куәсі, сәби сүйіспеншілігімнің томағасын тартқан киелі тұғырмай, тағдырдың тәмі бұйырып қайта айналатын күн туар мекен. Әлде осынау шұбырған көш, екі етегі жасқа толып, ата мекенінен алыстаған халық туған жер, өскен ортасына қайта айналып келе алмай, мұңға толы жанары жаутаң қағып, қан жылаумен өтеме. Аталарымыз сонау Алтайдан Баркөлге келіп, жарты ғасырдай бауыр басып еді. Енді міне сол ұясынан үріккен құстай, бұл мекеннен де түп қотарыла тағы да көшіп барамыз. Зұлымдық, жауыздық, Қытайлардың зорлық зомбылығы ата-бабаларымыздың күл төккен қасиетті даласынан қуып шыққаны ма? Алдымыздағы жат мекен қандай сый көрсетеді? Шіркін, қанатымызды бекемдеп, қатарымызды толықтап, қайта қайырылып, жаудан есе алатын күн тез келсе екен. Бізді жылатқан, бізді ата мекеннен айырған сұмдардың өз істегенін өзіне істеп, қоңыр тауларымыздың құшағына қайта оралатын бақытты шақтар бұйырар ма екен десеңші. Ауыр ойлардан арылалмаған елісқан көш басында келеді. Оның қатарында Сауытбай, Секей, Атшыбай, Қожақын, Қасей, Аңғалбай, Мұқай, Мінәндар бар. Жол сырына қанық Сауытбай елісқанмен қатарласып, қолына екі бүктей ұстаған қамшымен алыс шуықты меңзеп, жер жағдайын таныстырып келеді. Осы дала қағыр, аңызға қана ұрып тұрған шөлге ұқсап көрінгенімен, жықпыл-жықпылында ұру бастаулар көп болады. Ондайды адамнан көрі аң оңай біледі. Құлан жарықтықты айтсаңшы, ойпаң жерлерді искеп-искеп келе жатады да, су шығатын жер болса тұра қалып, алдыңғы аяғымен тарпып жерді қаза бастайды. Қоймай жүріп су шығарып алады. Аталарымыз сол аңдардың ізімен жүріп, осы даланы түгел ақтарып шыққан. Баяғыда Бөке жарықтық елді шығысқа қарай бастап, Тәкіламәкан шөлін бірінші кесіп өтті ғой. Бөке неге көшті сонда? Ойбой, оны неге көшті деуге келеме? Саған біреу неге көштің десе не дейсің? Аң екеш аңда жерінде жұрт жүрген соң өз қағынан жериді. Сол үшін де аталарымыз арқада қыс жақсы болса арқа рауып несі бар деп мәтелдеген. Туған жерден айырылу кімге оңай дейсің? Бәріміздің де өзегіміз от болып, ішек бауырымыз езіліп келеді. Арғы жағын айтар болсақ, осыдан 100 жыл бұрын Алтайда 4 бей сайланды ғой. Бір кезде Жәнібек батыр: біз қазақ хандарынан алыстап, жердің шеті желдің өтіне шығып барамыз. Ұрпағымыз бір-бірінен ажырап қалмау үшін, қазақтың қара шаңырағынан, хандардың қара ордасынан бөтен еместігімізді білдіріп, қан тұқымынан ел басқартайық деген ғой. Сол сөз бойынша Әбілпейіз ханның Көгадай, Сәмен, Жабағы деген 3 ұлын қалап әкеліп, керейлерді басқартқан. Сол төрелердің ұрпағы шау тартып кетті ме? Әлде аталарымыздың берекесі азайып, көгезулігі көбейді ме? Әйтеу төрелердің ел басқаруына халықтың көңілі толмапты. Сосын елді төремен бірге ел басқаратын керейлердің өз билігін жасақтап, Жәнтекейден Көкен, Топан, Жәдіктен Бейсенбі, Құлбек жиыны 4 бей сайланды. Біз қазақпыз. Қазақтың ішінде бір-біріне оңайлықпен есе бергісі келмейтін керей деген тентегелміз. Бір мезет елдің басы біріккенімен іштей ірігендері де болды. Соның ішінде шеруші тұқымы бірінші өкпіледі. Жәдік пен Жәнтекейден қос-қостан бей сайланғанша, шерушіден бір бей неге сайламайды деген өкпесі тарқамай, ертісті өрлеп бүгінгі Монғолия жеріне, Қобда өңіріне ауып кетті. Енді бір бөлімі жан саны өсіп, малының өрісін кеңейту үшін басқа жақтан қоныс іздеді. Бір бөлім керей балалары майлы жәйірге дейін көшіп барды. Солардың ізінше Алтайдың шіңгілінде отырған Бөке Жырғалаңұлы Алтайдан ауып Дихуаға жақындап, Шонжы өңіріне барды. Ол кезде Шонжы бүкіл Шыңжаңның сауда орталығына айналып, саудасы қызып тұрса керек. Бөке ел сеніміне бөленіп, Шаңия, Залың, Амбы мансаптарын алып, сол өңірге ауып барған елдің иесі болды. Жоқ жітікке қарайласқыш, мүсәпірді жарылқағыш деген аты шықты. Алтай мен Тарбағатайдағы би төрелерден тепкі көргендер оның қолтығына барып паналайтын болды. Бұл Алтай мен Тарбағатайдағы ел иелеріне жақпады. Бөке елді аздырып, қарақшыларды қанатының астын алды деп арт артынан арыз жолдады. Адам тіліне аспандағы бұлт азат деген ғой.
Шынжаңды билеген Диуха ұлықтары Бөкені қудалады. Түрмеге жауып, елді қайтар деп қысым жасады. Бөке жауына бас имеді. Түрмеден шыққан соң 400 түтінді бастап, Шинхай Көккөл, Шизаң Тибет жер аттары. Бетке алып көше жөнеледі. Ал онан кейін қалай өлгенін, денесінің Тибетте басының Алтайда жерленгенін өздерің жақсы білесіңдер. Сол Бөкенің ұлы Рабай сендерді жау шапқан 1932 жылы көп ауылды бастап Моңғолияға ауып кетті. Бөке жайындағы әңгіменің ұзын ырғасы міне осылай. Бөке неге Шинхайға бет алды? Ол да ұзақ әңгіме. Біздің қазақтарға салсаң, осы Гансу мен Шинхайды қазақтардың жері еді дейді. Баяғыда үйсін бабаларымыз, ғұн бабаларымыз осы өңірде жасаған деген аңыз бар. Асанғайға атамыз Шинхайдағы Көккөлдің жағасына келіп бір түнеген екен. Шіркін-ай, Көккөл десе Көккөл екенсің, малың жылына 2 тойнады екен. Қысында жұт жүрмейтін малға жұғымды қоныс боларсың десе керек. Қариялардың аузында осы Көккөл туралы ескі әңгіме көп айтылады. Қарабай, Сарыбай бабаларымыздың еліде осы араға келген деген сөз бар. Сол Бөкенің кезінде аң қарап жүрген бір топ жігіт даланың бір жақпар тасынан біз Сарыбай мен Қарабайдың еліненбіз, кейінгі бабаларымыз тұрғылықты халықтарға сіңіп кетті деген көне жазу көргендерін айтады. Ал енді Моңғол мен Ұйғырдың арасындағы өздерін болған атаған бір тайпа ел біз Уақ Ергөкші батырдың ұрық едік деп үйлерінен әптен тозып құруға айналған Құранның қиқымдарын көрсетіпті. Осыларға қарағанда Бөке батырдың бұл өңірге тартуы тегін емес көрінеді. Елін көшіріп әкелуден бұрын жер шалып кеткен екен. Сонда Көккөлдің маңайынан шашылып жатқан керекенің сағағы мен бақанның сынығын көріпті дейді. Бөке бұл өңірді қатты ұнатқан екен деседі қариялар. Ал Бөкеден бұрында бұл өлкені ата-бабаларымыздың ізді шиырлағаны анық. Бөке осы Көккөлдің бойын қазаққа бір мекен болады деп ойласа керек. Сол көнегөз қарттар Гансуыңды Кеңсу деп әңгімелеп отыратын. Бөкеге лесіп кеткендердің барлығы да қайтып келген бе? Көбі қайтып келді. Бірлі-жарылы ел бөлініп жарылып қалып қойғандары да болған. Бізді ішкі Қытай жеріне бастап барып келгендер солар ғой. Қазір де көзі тірі талайы жүр. Тіпті талай адам күні бүгінге дейін із тозы жоқ. Өлі екенін, тірі екенін ешкім білмейді. Бортан қажы бастатқан 4 жаяу Үндістанға дейін өтіп, Мекке Мединаға дейін барған. Кейіннен Ақыт қажы Меккеге барғанда қайтала келген екен. Бөкеден кейінгілерден алғашында Тұңғышбай бастатқан 20 неше түтін Гансудың Әнши деген жеріне бірнеше қыстап қайтқан. Одан кейін 10 неше түтінмен 10 жылға таяу Жүймін төңірегінде көшіп қонып жүрдім. Өзің білесің, елге оралғанымызға да 6-7 жылдың жүзі болды. Былтырғы Адубайды бастап көшкендер де сол біздің жігіттер ғой. Жол бойы әңгіме талай тарихты ақтарып келеді. Бұрын естігені бар, естімегені бар, ескі шежіре көбін ақ тамсантып тастады. Көш Құмыл өңірінен өтіп Гансу жеріне күншілік жер қалғанда алдыңғы жаққа аттанған шолғыншылардан хабар келді. Алдымыздағы Ағашқұдық, Кіші Ақтас, Жыңғылдықұдық секілді суы бар жерлердің бәрін жау иеленіп алыпты. Дөңбастауда Шыңғыстайдың қалың шерігі жолымызды тосып жатыр екен. Шамалары келсе әрі асырмаймыз деп жатқан көрінеді. Елісқан Қожақын бастаған топ көштің алдыңғы жолын ақылдаса бастады. Жол жағдайына қанық сауытпай. Біздің алдағы асуды асуымызға қолайлы 3 жол бар. Бірі, таудың жоғарғы жағындағы Қосқұдықтан асаламыз. Екінші, таудың етегі жатағанда құм келеді де Жамансу деген шықырлақ өзенше бар. Ал алдымыздағы Дөңбастаудан кесіп өтсек, әрі қарай Жетіқұдыққа қарай еңкейеміз. Бірақ өткел аузы болғандықтан жаудың негізгі күші сонда шоғырланған. Жерге түсіп құм бетіне бәрінің картасын сызып көрсеткен Сауытбайға елісқан. Олай болса, біздің жігіттер 3 топқа бөлінсін. Бірінші топ жауға әдейі көрініп күндіз Қосқұдыққа қарай беттеген кейіп танытсын. Екінші топ та солай күндіз ел көзінше Жамансуға қарай еңкейсін. Қас қарайып түн болған соң екі қанаттағылар жалт беріп ортаңғы қанатқа қосылсын. Сонда жау екі қанаттың бірінен өтеді, ортадан қорықты деп есептейді. Әрі әскерлерінің бір бөлімін екі қапталға жібереді. Біз сол кезде ортадан соғамыз. Дөңбастаудың асуын тартып алып, жаудың қалған әскеріне де бүйдей тиеміз. Жұрт Елісқанның ақылын бір ауыздан қуаттады. Соғысқа Қожақын жетекшілік ететін болды.
Жігіттердің күндізгі жер шалып білген мәліметі негізінде бір бөлім қарулы қосын жол ашуға, аз бөлім адамдар көштің алды-артын қорғауға жауаптанды да түн жарымынан өте бере соғыс бастау көзделді. Осы бойынша таң атар атпасқа дейін жаудың негізгі күшін талқандасақ, көш жерге жарық түсе асуды асып кетеді деп есептеді. Баркөлден сытыла шыққан өздерін көлденең таудың күнгейінен асырғысы келмей, жол тоса соғысқан азғантай шолғыншыны қырып тастаған Елісқан жігіттерінің қолының қышы оғанбай жаусырап келе жатқан бет еді. Жау бекінісіне таяғанда аттарын артқа қалдырып, 5-6-дан жеке-жеке топқа бөлініп, қоңыр адырлардың арасымен жықпыл-жықпылды қуалап еңбектей жөнелді. Төбесіне шырақ жағылып, тастан қаланған ортадағы ат сұясы жаудың ең негізгі күші шоғырланған жер болатын. Қасқа маңдайдан соғу үшін Қожақын бірінші болып жақындады. Оның мылтығы сайрамайынша ешкімнің де оқ атуына болмайды. Екі-екіден біріккен күзеттегі 4 шерік кезек-кезек айқасып, айналасына сақтықпен көз тігеді. Таң атуға шай қайнатым қалған кез. Күзетшілерден басқа бүкіл шерік ұйқыға кеткен. Қожақының қасындағы 4 жігіт күзеттегі 4-еуін қарауыл қалды. Ал Қожақының көзі тастан қаланған ат сұясының қарауытқан аузына тігуледі. Көзі үйрене келе, ол тесікте пулеметке сүйеніп қалғып-шұлғып отырған екеуінің қарасын байқады. 5-еуіміз оқты бір жолда шығарамыз деп сыбырлады жанындағыларға. 4-еуі де мүлт жіберген жоқ. Солақ екен, ұясы бұзылған арадай болған ат сұясының айналасы да күркіреп қоя берді. Жау жағы Қожақындар жатқан төбеге қарай оқ төккенде, бас аяқтағы жігіттердің мылтықтары да сақылдай жөнелді. Жау әскері өздерін қоршауда қалғандай үрейлі күйде сезінсе де жан таласа атып жатыр. Таң қараңғысында оқ үні бүкіл даланы зіл-зала қылып, тасқа соғылған мырыштардан жылтылдаған оттар ұшады. Қоңыр адырлардың қойнауын оқ дәрісінің күлімсі иісі керінеді. Жау жағынан шебелені айғайлаған ащы үндер, ойбайлаған, бақырған үрейлі дауыстар жиі естіліп жатты. Қытай жасақтарының оғы қазақтар жатқан төбені жүнше түтіп шаңын бұрқыратты. Ал оқ үнемді үйренген қазақ мергендері бір-бір қара тасты қалқа қылып, қадап-қадап атып алдыратын емес. Туған жер атамекендерінен айырылып, жүректеріне қан толып келе жатқан құса көңілдер шерін оқпен тарқатқысы келіп, жаудан аянатын емес. Атқан оқтары жерге түспейді. Майға шыланған құрым киізге от тамызып, сайдағы машиналардың бір талайын өртеп жіберді. Жерге жарық түсе бере, жау жағынан қарауытқан төбенің бәрі қазақ болып көрінді. Шеріктерінің өлігінің көптігінен алға аттаса болды, шылқыған қанға тайғанақтап, жүректері шайлықты. Түнде Қожақын пулеметшіні атып түсірген тас бекіністен ақ ту көтерілді. Елісқан Қытай тілінде айғайлап, «Бағынсаңдар, қаруларыңды бір жерге жинап, сайға түсіңдер» деп бұйырды. Жау әскері сүлмірейіп қаруларын тапсырып, қолдарын көтеріп, жотаның бауырына жиналды. Мейманасы тасыған қазақ қолы төбе-төбеде қаруларын серт ұстап, қалт еткенді қағып жіберуге дайын тұр. Елісқан Қытай шерігінің әскер басын топ алдына шығарып тергей бастады. «Сендерді кім жіберді?» «Тақсыр жоғарының бұйрығымен, Шыңдубаның жарлығымен». «Қанша адамсыңдар?» «Жиыны 1000 адам едік. 100 шақты әскеріміз Қосқұдықта, 100 шақтысы Жамансуға кеткен, қалғанымыз осында, 300-400 адам тірі қалдық». Осыны айтқан шеріктердің бастығы көз қиығымен айналасына қарап, қазақ қолының санын межелей бастады. «Қап, әттеген-ай, мына иттің балалары азған адам екен ғой». Атаманы да жап-жас жігіт. Енді біраз шыдап тірескенде әлде қалай болар еді. Оның жапақтай қараған жанарынан ойындағысын сезіп тұрғандай болған Елісқан, «Менің армиям мына тау-тастың бәрін алып жатыр» деп жымиды да, көз ұшында шұбыра көшіп, кезеңнен асып бара жатқан малды ауылды иегімен нұсқап, «Әне, анау біздің әскердің қоры, жейтін азық түлігі аз ба, көп пе екен?» деп шерік бастығына тігілді. Өздерінің алып жүретін азығымен есептегенде шынымен көп көрінді көзіне. Мұрынының ұшына келіп қалған маңқасын қолының сыртымен сүрткіштеп, «Тақсыр, бізді өлтірмеңізші, бізде билік жоқ. Өздеріңіз секілді халықтың перзенттеріміз» деп жерге жатып тоңқаңдай бастады. «Мен сендерді өлтірмеймін, Шыңғысайға менен сәлем айтыңдар. Менің өлтіретін адамым сол, ал сендердің құралдарың мен азықтарың бізге керек болады. Бас аяқтағы жасақтарыңды қырмай-ақ қояйын, олар келіп сендерді тауып алсын» деп атына қонды. Әскердің бәрі рахметтерін айтқандай тоңқаңдай шуласып кетті.
Мұқай мінән бастаған жігіттер оларды бөліп матап тастады. Бірнеше ұсталар сол майданның өзінде пысықтық көрсетіп, өртенген машиналардың темірлерінен таға шеге соғып жатты. Көштің алды Жетіқұдыққа жеткенде бірақ дамылдады. Соғыстың үрейі, құмнан шалқыған ыстық жалын мазасыздандырған мал мен адам бір сәт шөлін қандырып сергей қалды. 70-тегі шалдан 7 жастағы балаға дейін еншілеріне қару тиіп, екі құлағына жете қуанып жүр. Бірлі жарым жараланған жігіттер мен оққа ұшқан аттарды айтпағанда басқасы дін аман. Олар еңселерін жаншып келе жатқан уайым мен қайғыны бір сәт ұмытса да, алдарында тағы қандай тағдырдан күтіп тұрғанын білмейтін еді. Абайдың сенімді ағасы саналған Құсайын мен Қамза, өздеріне жәдіктің есі есептелетін Сабырбай, Көкей бастаған Қали, Сағидолла секілді бір топ адамды қосып алып, Қаптықтың бір дарасында бекінген Құдабай ауылына келіп түсті. Жайшылықта болса көлденең көк аттымен қару кезеп тұрып қана сөйлесетін Құдабай, бұл жолы Сабырбай мен Көкейді көрген соң жүні жығылып, қонақтарына қошаметпен қарады. Олар келе салып: "Сүт сұрап келіп шелегіңді жасырма" деген сөз бар. Құдабай, сені ел тентек дегеніңмен тентектің де есі болады. Ең біз, жақсылығыңды асыр, жамандығыңды жасырғаннан басқа бөтен ойымыз жоқ. Шыңдубаннан Абайға телеграмма келген екен. Онда Құдабай Қасымды бізге өз қолымен тапсырып берсе, 10 мың бас мал ұрлап, 20 адамның қанын төккен болса да, қылмысты ат тағылмайды. Кешіріммен қараймыз. Егер оған көнбесе, біреуі ғана емес, екеуі де қылмысты ретінде жазаланады, депті. Шоқты кім ұстаса, соның қолы күйет деген. Енді міне, екеуің үшін біз күйіп отырмыз. Басың екеу болмаса, Қасымды бізге тапсырып бер. Жамандық көрмесіңе біз кепіл боламыз, деді. Бір сәт түнеріп үнсіз отырған Құдабай, кереге басында ілулі тұрған мылтығына бір жалт қарап алып, орнынан қозғалақтап кетті. Бұтаны паналаған торғай да аман қалады деуші еді. Мен сонда бұтағұрлы болмай отырмын ба? Үй ішіндегілер оның оқыс қылық көрсетуінен тіксінейін деді. Егерде бөтен қылық байқалса, сақ тұрыңдар, деп бір белдің астына қалдырған ғопыр бастаған үкімет сақшыларын естерін алып, есікке қарағыштай берді. Қали майда үнмен мамырлай тіл қатты: "Жәдіктің иелері болып, біз алдыңа бекер келіп отыр дейсің бе? Бір Қасымға бола ертең бүкіл ауылды қанды ғазапқа ұстаса, оған өз басыңмен жауап бере аласың ба? Біздің бетімізді қайтарып, ағайынның алакөздігіне қалсаң, оның орнын немен толтырасың? Әлде жаныңдағы жақын жәдігіңнен қаңғырып келген қарақшы меркітті артық көріп отырсың ба? Егер төбемді көкке Қасым жеткізеді десең, оны да көрейік. Қазақта жақыныңды өкпеге қисаңда жамандыққа қимайсың, жамандыққа қисаңда өлімге қимайсың деген аталы сөз бар. Біз сенің ауылың мен қатын балаңның қамын ойлап келіп отырмыз. Ендігі төрелік өзіңнен, біздікі айтып қарыздан құтылғандық, деп отырғандарға жағалата бір қарап алып, Құдабайдың бетіне тесілді. Құдабай қайтерін білмей тыпыршып кетті. Ең соңында: "Мен сіздерді де ойлаймын, елді де ойлаймын. Рас, патшаның жарлығы, жандарыңыз тәтті. Соны ойлап отырған боларсыздар. Қасымды ойласам, оған да жаным ашиды. Әкелері жайсаңдағы бодан керейдің арасынан қашып, сауырға келіпті. Өзі онда да байыздап тұра алмай ерен қабырға, боғдаға барғанда да жолы болмағанын білесіздер. Сар ізіне шөп салған үкіметтің пәрменін көтеріп келіп, сіздерің айтып отырғандарыңыз мынау: соқа басын қанша алып қашса да сор арылмаған бейбақ екен. Ең жақсысы, бұл мәселеге Қасымның өзі жауап берсін. Мен алдарыңызға шақырып қарызымнан құтыламын. Өздеріңізге ерекше ескертерім, осыны айтып отырған сіздер, және сіздерді жұмсап отырған үкімет сөзінде тұрса болды, деген кесім айтты. Әрі бала жігітті Қасымды шақырып келуге жұмсады. Бағанадан әңгімені үнсіз тыңдап, түнеріп отырған Боқай деген атпал азамат орнынан көтеріліп бір тізерлей отырды да: "Құдабай, мен саған баяғыда сол Қасымды жолатпайық, қосып алмайық деп едім. Көнбедің, қосып алдың. Ал енді өзіміз жауысқандай болып қосып алған адамды өзіміз ұстап береміз бе? Тірі болсақ бір төбеде, өлсек бір шұңқырда боламыз деген сертіміз қайда? Шыңшысай мен Абайға қай бетіңмен сеніп отырсың? Бүгін Қасымды ұстап бергеніңмен, ертең Абай өз басыңа ауыз салады. Осыны неге білмейсің?" деп бұрқырады. Боқайдың сөзінен кейін Сабырбай мен Мамырбай да:
Қабырғаларыңмен ақылдасып, қапысыз іс қылыңдар. Артынан бір өкініш болып, обал сауалдарың біздің мойнымызда кетпесін, деген ескертті. Мықтысы мықты неме, деп күрсінен міңгірледі Құдабай. Дегенмен де кей қылығы өз ішімді де түйней береді. Қоңсы отырып қорадағы қойға ауыз салатын қолының суықтығы да бар екен. Бір адамға бола бүкіл елді оққа байлап берсем, ол жағы да оңай болып тұрған жоқ. Олай тарсам өгіз өледі, бұлай тарсам арба сынады. Үйге қонақ келіп Құдабай шақырып жатыр деген соң Қасым қалың топтың ортасына өзі келді. Қақпақ жаурынды, еңсегей бойлы Қасымның қоңырқай жүздерінен мысқыл көрінді. Сәлемнен кейін отты жанарын төрдегілерге қадап: «Бұйымтайларыңызды білсем де қатынға ұқсап қашпайын деп алдарыңызға өз аяғыммен келдім. Мен үшін елдің де Құдабайдың да кінәсі жоқ. Кісі өлтіріп пошта тонады деген айыппен түрмеге салып, жазықсыз шырылдатқан Шыңғысайдың 5 бірдей адамын өлтіріп қашып келгенім өтірік емес. Қолыммен істегенді мойныммен көтеремін», деп айбаттанды. Үй ішіндегілер қозғалақтап кетті. Әншейінде аттыға жол, жаяуға сөз бермейтін Құдабай да сазарған күйі жақ кірісін ашпады. «Құдабай, сені білемін, екі оттың ортасында тұрсың. Мен үшін жасай алмаған бір ерлігіңді сен үшін мен жасайын. Мені іздеп отырған Шыңдубанға апарасыңдар ма, Абайға тапсырып бересіңдер ме, бәріне дайынмын. Мен үшін елді қинамаңдар, тек менің жеке басыммен ғана санассаңдар болғаны. Алла берген жанды Алла алады. Оны қызыл түлкісімен бұлаңдаған Құсайын да, қанжарынан қан тамған Құдабай да, әбжіланша арбаған Абай да ала алмайды. Ертеме, кеш пе ажалдан қашып құтылған ешкім жоқ. Неден қорқайын? Құдабай, есіңде ерекше саларым. Өзіңе өзің сақ бол, бұларға екінші сенуші болма. Мені ұстауға батылдық еткен аға бауырың ертең-ақ саған ауыз салады. Нағашылық жақындығыңа ғана емес, алыстан естіген атақ даңқыңа жығылып, ер жігіт қой деп келіп едім. Боғда мен қаптықтың қос көкжалы бір дарада табысып едік. Амал жоқ, Алланың салғанына көнеміз. Сон қайтарым, ендігі жерде тас босағады табысып жүрмейік, деді Қасым. Құсайын бастаған топтың сақасы алшысынан түсті. Қанымызды төгеме деп қалтырап келгенде Қасым өздігінен беріліп олжалық айтты. Солай болса да Құсайын. Құдабай алды бар арты жоқ жайдың бұлты сияқты тез айнығыш, алаңға сарлау немеді. Қасымды ұстап берген болып бізді жолға салып жіберіп, бір-бірімді айналып керіп тап бергеннен тайынбайды, деп бірнеше сенімді жігіттерін артқы қарауылға қалдырып, аса сақтық танытты. Олар жол жөнекей түнге ұрынып, Жеңісқанның үйіне қонаққа түсті. Жеңісқан болса, Елісқанның ұл әкесімен бірге туысатын Қамысбайдың ұлы. Қасымның ерлігін сыртта естіп, бір көруге зар бөліп жүретін қонақтарына: «Құдайы қонақ болсаңыздар да іздесе таппайтын, шақырса келмейтін сыйлы адамдар екенсіздер. Кештен қалған түннен қорықпайды. Сіздерді мұнда түсірген біздің үйдің дәмі ғой. Жата жастанып таңертең бірақ аттаныңыздар», деп жабысты. Құсайын алды артына жалтақтап: «Кеткеніміз жөн еді», деп қипақтап еді. Сөзге Қасым араласты: «Мен қашқым келсе Диуханың тас түрмесін бұзып, Шыңғысайдың шеріктерін қырып тастап қашып кеткенмін. Бөтен ойым болса ауылдың өзінде-ақ бірнешеуіңді жайратып салып қашып кетер едім. Сіздерді жерге қаратпайын, жаманатты қылмайын деп келе жатырмын. Қашқым келген күні Абайдың өз қолынан қашамын. Қазірше ондай ойым жоқ, менен қорықпаңыздар», деді. Екі бірдей ерке қойын қатарынан жайратып салған Жеңісқан, басқалар дәрет сындырып сыртқа шыққан бір орайда Қасымға: «Қарағым, мына сый ана атқа мінерлер үшін жасалып жатқан жоқ. Кәпірлердің тұмсығына қан қатырып десін басқан өзіңдей ерге деген құрметім ғой. Қайда жүрсең де аман жүр. Алла жолыңды оңғарсын, жолдасың қызыр болсын. Ер жігіттің басына не келіп не кетпейді, жасыма. Менің Елісқанымда өзіңдей ер болып жетіліп келе жатыр еді. Алысқа кетті, не күйде жүр екен деші. Алды артымызды түгендеп, ес ақылымызды жисақ, біз де солардың артынан кететін сияқтымыз. Бәрің де ел үшін туған ерсіңдер, алған беттерінен қайтпаңдар», деп ақ батасын арнап, ағалық ықыласын ақтарды. Ылғида атыс шабыс, қанды барымта, қудалаумен күн өткізіп келе жатқан жетімек жігіттің жанкешті ғұмыры іш құсалықпен, кекпен өтіп, мынандай жылы сөзді естімегеніне де талай болыпты. Жүрегі езіліп, көңілі босаса да, көз шанағына толған күлдей жасты көрсеткісі келмей,
теріс айналды. Түрме. Қасым дүйқада көрген суық, сыз камераға қарағанда сабан төселген, жайсыздау болса да жатын орны бар кірпіштен қаланған түрме екен. Қол аяғына ауыр кісен салынған ол, қабырғадағы көздей тесіктен ғана сыртқа сығалайды. Оқта текте бұрышқа қойылған темір шелектегі дәретін төктіру үшін далаға шығарады. Бірде ол сыртқа шығып жүріп сақшының ат қорасын тазалап жүрген інісін көріп қайран қалды. Өз көзіне өзі сенбей мазасы кетті. Сөйтсе, ол да өзімен көршілес камералардың бірінде қамалған екен. Түнде қамақта болғанымен күндіз қол аяғын еркін қойып жұмысқа салатын көрінеді. Қап, мына иттер менің ғана түбіме жетпей, құдабаймен көрші отырған балашаға үй ішімді де мақтаған екен ғой, деп тістенді. Талайдан бері қарай сабыр түбі сары алтын деп бәріне үнсіз төзіп келе жатыр еді. Інісін көріп іші өртенді, тауы шағылып тағаты таусылды. Кәпірлердің пиғылы жаман екен, өз басыммен ғана кетпей, тұқымымды тұздай құртпақшы болған екен ғой, өлсем де қашып өлейін. Енді қашпасам бұл жауыздар Үрімжіге Шыңғысайға тапсырып берер деген күдікке маталып орайлы сәтті күтті. Маусымның қапырғыстық күндерінің бірінде мұны дәретке жалғыз ғана шерік айдап шығарды. Қытайлардың әр күні түсте мызғып алатын әдетін ертеден ішіне түйіп жүрген Қасым айналасына ұрлана қарады. Ешкімнің қарасы көрінбеді. Дәретхана босағасында тұрған күзетшіні кісенмен жалғыз-ақ ұрып жамсатты. Оның жанындағы кілтті алып қол аяғында босатып үлгерді. Ат қора жаққа қарай баспалай аяңдағаны сол еді. Малдың қиын қопарып жатқан інісі мұны көре қойып жүгіріп келді. Оның қолындағы күрекпен дәретхананың қабырғасын лезге тесті де сыртқа атып шықты. Қасым қашып кетіпті деген хабар Баркөл Жамбылын дүрліктіріп жіберді. Маңайдағылардың жер-жебіріне жеткен Абай тұс-тұсқа адам шапқылатып шұғыл тінту жүргізсе де Қасымның дерегін біле алмай, аяғын қақпанға алдырған арландай аластырды. Ертесі қаланың оңтүстігіндегі аудан Жамбылын қоршаған жалпақ дуалдың үстінен олардың киімі табылды. Біреуің шығарып жібердіңдер, деп Абай талай жанның тақымына қылбырау салды. Қасымның өзі түгілі көлеңкесі де жоқ, тек ол туралы аңыз әңгіме ғана ел ішінде гу-гу етеді. Қасым қол аяғындағы кісенді бұрап-бұрап үзе салыпты да, күзетшілерді ұрып-жығып тападал түсте қашып кетіпті. Әй, ол тегін адам емес, ақ сайтаны бар оның. Ондай бір кереметі болмаса қалың күзет, қай шалысқан әскер мен сақшының арасынан қалай құтылып кетті. Ол тауға бекініп өзіне серік іздеп жүрген көрінеді. Жанында құмылдан қашқан бірнеше ұйғыр қарақшылар келіпті дейді. Олар көп ұзамай аудан Жамбылын шабады екен. Қасым қашып қайда барушы еді? Ол бір барса Зайып тайжынікіне барған болу керек. Зайыптың үйінің қора жағынан бір қос пайда болыпты дейді. Күндіз кемпірі қостың алдында жіп иіріп отырады екен. Сол қос тегін емес. Шеріктерді бүкіл тау тасты, ауыл-ауылды тінтуге жіберген Абайды елеңдеткені де соңғы сөз болды. Зайып тайжының ауылына ашық және жасырын түрде барған барлық жансыздары да жырғатқан ақпар әкел алмады. Шілденің соңын ала құмылға жиын қаптанған Абай жол жөнекей 10 неше шерігімен Зайып ауылына келіп түсті. Бір жағы қыр көрсетіп, бір жағы сыр суыртпақтап әдейі осылай істеген еді. Абай Баркөлге келгелі оның алдынан шығып, құрақ ұшпаған жалғыз адам да осы Зайып болатын. Күндіз тауға қарағайдың арасына жасырынып, түнде қой қораның шетіндегі қосқа келіп паналап жүрген Қасым, Абай келе жатыр дегенді естігенде Зайыпқа: «Мен Олсымның көзін құртамын. Абай өлмейінше қазаққа күн жоқ», деп тісін қайрады. «Ойбай-ау, оны қалай өлтірейін деп едің?» Зайып ошарлы қарады оның бетіне. «Қалайы бар, атып өлтіремін». «Онда бәріміздің басымызды оққа байлап бермейсің бе? Не сіздің ауылға келе жатқанда, не аттанып бара жатқанда атамын. Бұл соңғы бекімің бе? Онда бұлай болсын. Бүгін кеште қонаққа біздің үйге түседі. Сен тау басынан оның атын, киімін, бәрін әптен танып ал да, ертең құмылға аттанып, көшеті сайын өрлейді. Жолдан тосып, сонда қамданып қал. Есіңде болсын, ол да оңай алдыратын аңғал жау емес. Өзіңе өзің сақ бол, және де жазатайым жіберіп жүрме. Ол өле қалса жақсы, өлмесе басқаларға бәлес тиеді». Абайлар Зайып ауылына кеш құрым келіп түсті.
Малдың батасына ұсталған қойдың қап-қара екенін көрген абай не дерін білмей жалтақтай беріп еді. Зайып: «Қара қойы несі деп ойламаңыздар, біздің босағамыздың баяғыдан келе жатқан ырымы солай. Жақсы көрген қонаққа көмірдей қара қойға бата жасатқызамыз» дей салды. Абай қолын жайып қасындағы Қамызаға қарады. Қамыза: «Қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген. Алла берген алаластың бәрі бірдей» деп батаны өзі жасай салды. Сөз арасында абай кесек бітімді, Зайыптың дөңгелек жүзіне жарасқан отты жанарына сынай қарап: «Қасымның қайда қашып жүргенін біле алдыңыз ба?» деп сұрады. Зайып кірпігін қақпастан көзін абайдың өңменнен өткізе қарап: «Оны ұстаған сіз білмесеңіз мен қайдан білейін? Сондай істерге көңіл аудармайтын бір жаман әдетім бар. Малымды құрттап, айранымды ұрттап өз алдыма жүргенді жақсы көремін. Егер сыбыс бірдеңе біліп жатсам, сізге тізгін ұшында хабар жеткізейін» деп жай барақат жауап берді. Қасымды осында болар деген күдігінен қайтпаған абай түнімен дөңбекшіп тыныш ұйықтай алмады. Таңға жақын көзі ілініп кеткен екен, түс көріп шошып оянды. Қап қараңғы тұңғиықта көзін аша алмай тырмаланып жатыр екен. Әлгі тұңғиық қара шүңет өзінен алыстағандай болғанда ғана әзер байқапты. Зайып пен Қасым киіз үйдің есігіне зеңбірек орнатып, оның үңірейген аузын абайдың тұмсығына тіреп қойыпты. Өз түсінен өзі серге алмаған абай атқа ерте қонды. Ойынан не келгенін кім білсін, ауылдан ұзап көшетінің аузына ілінгенде: «Түнде жаман түс көрдім. Оның үстіне Зайыптың қылығы маған жақпады. Қарамал сойғанымен қоймай таңертең аттандырып жатып, қош бол інім дегенде көздеріне қан толып қып-қызыл болып тұрғандай көрінді. Сақтықта қорлық жоқ, атым мен киімімді біреуіңе ауыстырып алайыншы» деді. Дене тұрқы абайға жақындау келетін Қымызбай деген жігіт жағатсудың орай осы деп білсе керек. «Адутың қайдағын айтады екенсіз? Алаңдасаңыз атыңызды мен мініп, киіміңізді мен киіп алайын. Сіз үшін өлсем арманым жоқ» деп жалбырақтады. Адамның аузындағы сөз періштенің құлағына шалынып, Алланың назарына ілінетін рас шығар. Топ ирелеңдеген ұзын сайдың аузына таяп қалғанда кенет шаңқ еткен мылтық даусы шығып, Қымызбай мұрттай ұшты. Жаны мұрнының ұшына келген абай өлген адамға қайырылып қарауға да мұршасы келмей, Баркөлге қарай тұра шапты. Түнделетіп әзер жеткен ол аудан жамбылының есігін мықтап жапқызып, таң ата сақшылар мен ел адамдарын сирағынан суырып алды. «Өңкей тоқшарлар, жау егіміздің астында жүрсе де көрмейміз. Қасымды құтылдырып жібергенде, оған қару беріп құтыртқанда өздеріңсіңдер» деп байбалам салды. Жұрт әңгі-тәңкі болып отырғанда жиын залының есігі шарқ етіп ашылып, өңі қан сөлсіз қуарған Жамал дейтін ұйғыр кіріп келді. Қасым келді, Қасым келіп» деп біреу қылқындырып тұрғандай тұтыға тіл қатты. Не болғанын білмей шошынған абайдың көзі алақандай болып кетті. Не дейсің? Оттап тұрған Қасымың не? Қасым келді. Қасым келіп, әне қуыңдар, қатын баласын алып қашып барады. Жұрт сонда да түсінбей аң-таң күйге түсті. Сақшылар құралдарын көтеріп сыртқа жүгірді. Айтарға болмаса бәрінде үрей қалмады. Әңгіменің төркінін абай ғана түсіне қойды. Қасымды ұстаған соң, оның інісін де қаматып тастап, әйелі мен баласын Жамал деген ұйғырдың қарауына бақылап ұстауға тапсырып берген болатын. Ол енді Жамалдың жағасынан ала түсті. «Өй қортық неме, не деп көкіп тұрсың? Қасым келді дейсің бе? Қатын мен баланы алып қашқанда сен айға бата жасап отырдың ба?» «Ойбай тақсыр, не болғаны мен де білмей қалдым. Атқа мінген біреулер шақырып тұр деген соң сыртқа шықсам, бір атты қазақ тұр. Түрі таныс болғанымен тани алмай жақындай беріп едім. Көшенің басында бір әйел мен баланы жетектей шауып бара жатқан біреуді көрсетіп, Қасымның әйелі мен баласы қашып бара жатыр» деді. «Ойбай тоқтатыңдар, сақшы шақырыңдар» деп жалақтап айғайлағанымда ол қарқылдай күліп: «Ей ақымақ, одан да сақшы мекемесіне жүгір. Әйтпесе басыңа бәле тауып аласың. Абайға менен сәлем айт, мен Қасыммын» деді. Абай не дерін білмей өңі боп-боз болып тұрып қалды. Кешегі өзін атқан Қасымның ізінше қуып келіп, дәл бүгін шу шығаратыны, қалың елді қақ жарып, тал түсте қатын баласын алып қашып кететінін ойлаудың өзі қиын еді. Абай Қасыммен ғана тынған жоқ. Ол отырған түрмені бос қойғысы келмесе керек. Жәдіктер жағын тағы да шақырып алып:
Енді Құдабайға ие болыңдар, екеуі қосылып алып кесел шығарып жүрмесін, деп дикеңдейді. Сабырбай ұлы Құсыман: Қасымды ұстап бер дедің, ұстап бердік, енді бізге не қыл дейсің, деп тіке келеді. Ендігі жерде Абай бастатқан үкімет сойылын соғарлар Құсыман мен Құдабайды қатарынан ұстауға кіріседі. Алдымен бейғам жүрген Құсыманды тарпа басталады. Бірақ оны бірден түрмеге тықпай, бізге көмектесуге керек деген сылтаумен мырзағамаққа отырғызды. Құдабайдың ұлы Қақанды қайта-қайта шақырып сеніміне бөленген соң: әкеңнің қадірін білмеп едім, Қасымды ұстап бергенде сыйлық ұсынуды да ұмытып кетіппін. Батырдың кәріне жолықтым ба білмеймін, енді соның тақсіретін тартып, елді үркітіп алдым. Маған да мықты жолдас керек, үйден келіп дәм татсын, дос болайық, деп жығыла жабысты. Баласының сөзіне сенген Құдабай торға өзі келіп түсті. Қасым жатқан камераға аз ғана түнеді де Шыңдубаның темір қақпасына, Диуха түрмесіне жөнелтілді. Өзіне келетін сұмдықтарды алдын ала сезген Құсыман әкесімен астыртын тіл біріктіріп, сырттан келген көмектің арқасында қамаудан қашып шықты. Абайды өлтіре алмағаны білген Қасым ақыры тәуекелмен қатын баласын алып Зайып ауылына келді. Зайып болса қашанғы сабырлы өңінен жазбай: оқасы жоқ балам, ондай болады. Қайта Абайға өте жақсы сыйлық жасадың, енді аяғын аңдып басатын болады. Бұл үкіметке де, оның қолжоқпарларына да сенім жоқ. Елісқан елден жырла көшкенде бөлініп бекерақ қалған екенбіз. Қайран сабазымай, осының бәрін баяғыдақ білген екенсің ғой, деп көзіне жас алды. Енді сол Елісқанның сөзін мен де қайталағым келіп отыр. Бұл Қытайлармен, Шыңғысаймен жағаласып өлгеннен басқа жол қалған жоқ. Қазір қол астымда 300-ге тарта жасақ бар. Сен соларға ие бол. Мына бейбіт ел, бейбіт күнді енді қайтып көре аламыз ба? Жоқ па? Сен келіп ортамызды толтырдың. Қанатыма қанат жалғанды. Дүркіретіп той жасаймын, Абайды да шақырамын. Зайып айтқанын істеді. Кешегі күні Қасымды іздеп келіп елге тыныштық бермеген Абайдың шеріктері тойға келгенді қойып бұл маңға аяқ басуға жүрексінді. Қасымның басына 6 қанат ақ үй көтерген Зайып: бұл менің отау шығарған тойымған емес, ел мен жермен қоштасуым. Қара қойдың қанына қол матырып, Шыңғысай зұлыммен қарсыласып өтетініме жасаған антым, деді. Зайып ауылының көшкелі жатқанын естіген Тұңғышбай да өз қарамағындағы елді бастап көшу қамына кірісті. Ел мен жермен қоштасқан жұрт олар шу жыласып жатыр. Қанша дегенмен қарға тамырлы қазақ, біреудің жиені, біреудің нағашысы дегендей қалып бара жатқандар да аз емес. Елге басу айтқан Зайып Қасымға бұрылып: көштің бұйдасын Елісқанның соңына қарай жетекте. Не көрсек те солармен бірге көреміз, дегенді айтты. Туған жерінен айырылған тағы бір көш, қорғасындай көз жастарын кіндік қаны тамған қасиетті даласына тырс-тырс тамызып, ата мекендерінен алыстап бара жатты.